Ау. Йо-ма. Байқамай түсіп кетті ғой тәте. Йо, мына жақты тоғыла ғой, А не тоғыла? Тихо, өзің жинап аласың ба біз ба? Мен жинап не қылып, сен саған керек емес пе не? А сен айтпай ма? Иә. Ойбай, десейші. Неге? Мен де бүгін ақшаны шашып алсам қалай болады? Өзің не істесең сол келеді, Ана қараман бәрі шашып жинап жатырмын. Салғатсыз ба? Социальный эксперимент жүріп жатыр. Бұл кісі өзінің тиын шашып алды, көмектесе ма, көмектесе. Кейбір адамдар бар ғой, қарамайды да өзі соңынан жинап алады да, айтпайды адам ғой ше. Менен ананы бүйтіп жинап келмеді. Жоқ, сіз ескерттіңіз, айттыңыз, өте керемет жансыз. Қанша зарплатаңыз? Тұр да? 120 мың. Мен сізге қазір 120 мың деген Каспий голдыңызға беремін. Жоқ, мынау сіздің кіші пейілдігіңіз үшін. Сіз бізден бір қайыр сұрап жатқан жоқсыз. Өз еңбегіңізді мынандай жасқа келсеңіз де, өз еңбегіңізбен адал тауып жүрсіз. Кәсіпкер балаларыңызға сыйлық деп алыңыз. Міне, Алла разы болсын сізге көмектескеніңіз үшін, міне. Дұрыс қой, Иә? Не сияп? Тәкем айтты міне. О, Каспий тың деп тұстан. Міне, сіздің адалдығыңыздың арқасында Алла Тағала сізге беріп жатыр. Түсіндіңіз ғой? Инстаграм көресіз ба? Инстаграмды көріңіз. Әділет Мақ деген жігітке тіркегенсіз ба? Қазір егер тіркеген болсаңыз, қағыда 100 теңге алады едіңіз. Жақсы. Тиындарды жинайық, тағы да адамдарды осылай қуантайық.